Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз осындай өте эластичный, жарылып кетпейтін, сынып кетпейтін, керемет, өте дәмді, қолжетімді кремнен, қолжетімді ингредиенттерден осындай керемет рулет дайындаймыз. Ол үшін 4 жұмыртқамыздың ақуызы мен сарыуызын бөліп аламыз. Бір капля сарыуызы ақуызға түсіп кетпеу керек. Ақуызға кішкене тұз салып, жақсылап көпіргенше миксерлейміз 1 минуттай. Одан кейін құмшекердің жартысын 3-ке бөліп қосамыз. Біздің ыдысымыз және де миксердің венчигі өте таза және құрғақ болуы қажет. Бір тамшы су, бір тамшы май болмауы қажет. Сонда осындай одан кейін 5 минуттай жақсылап шайқаймыз. Нәтижесінде осындай плотный ақуыз шығуы қажет. Ыдысты төңкергенде ақпайтын, өте плотный болуы қажет. Одан кейін қалған сарыуызымызға қалған құмшекерді қосып, жақсылап 2 есе ұлғайғанша, ағы аппақ болып 2 есе көтерілгенше жақсылап миксерлейміз. Өте оңай, жасап көрсеңіздер, өте оңай және қолжетімді. Венчикпен осылай көтерген кезде лента сияқты болып, осылай аппақ болуы қажет. Одан кейін суымызды 3-ке бөліп қосып, жақсылап біркелкі болғанша миксермен араластырып аламыз. Одан кейін ұнымызды қосамыз. Ұнды 3 бөліп қосамыз және де лопатканың көмегімен астын үстіне қаратып, үстін астына қаратып, өте баяу және де аккуратно қозғаймыз. Одан кейін разрыхлитель ванилин қосамыз. Разрыхлитель қоспасаңыздар да болады, онда 2 есе көтерілмейді, бірақ өте әдемі болып шығады, қоспасаңыздар да болады негізінде. Осылай астын үстіне қаратып өте баяу қозғап аламыз. Менің ыдысым кішкентай болғандықтан мен үлкен ыдысқа ауыстырдым және ыдыстарымыз өте таза және құрғақ болуы қажет. Одан кейін ақуызымызды 3-ке бөліп қосамыз. Қосып өте баяу және де аккуратно қозғаймыз. Үстін астына, астын үстіне қаратып, осылай видеодағыдай қозғаймыз. Біздің массамыз басылып қалмауы қажет. Бір келкі болғанша араластырып болған соң, противенді дайындап, үстіне пергамент қағазын төсеп, 180-170 градуста 10-15 минуттай пісіріп аламыз. Және қарап тұрыңыздар, пештеріңізге байланысты күйіп кетпесін. Осындай нәтижесінде эластичный, өте жұмсақ қамыр шықты. Енді кремін дайындаймыз. Мен 1 түн бұрын осылай қаймақты артық суынан, сывороткасынан арылтып қойған болатынмын. Өте қою болып шығады. Осылай істесеңіздер, кремдеріңіз өте қою болады. Және де сахарный пудраны осындай ситадан өткізіп, және де кішкене ванилин қосып жерсеңіздер болады. Миксермен бір келкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Өте оңай, өте тез дайындалатын крем. Одан соң біздің бисквитіміз суыған соң, осылай кремімізді жағып шығамыз. Крем өте бисквитті пропитать ететін болғандықтан, пропитка жасамасаңыздар да болады. Ортасына осылай мен клубничный джем қосып жібердім. Қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады, ол өздеріңіздің қалауларыңызға қарай. Өте жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Одан кейін осылай аккуратно рулетімізді орайтын боламыз. Әрі қарай өз қалауыңызша әрлей берсеңіз болады. Мен шоколадты осылай кондитерский мешокқа салып, ертіп, бетіне осылай видеодағыдай өте
сәндедім және клубникамен сәндеп шықтым. Өте жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Бізде бұл рулетті бір шайда жеп қойдық. Өте керемет болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған Таңшолпан менің каналыма тіркеліп, лайк басып, түсінбеген жерлеріңізді комментарий қалдырып жазып кетсеңіздер, мен барлығын көремін, оқимын. Баршаңызға рахмет.